Халықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге өте жақсы ақша табу жолын айтатын боламын, және де ол ақша табу жолында сіздер телефонмен ешқандай қиындықсыз ақша табатын боласыздар. Біріншісі оның Telegram бот, ал екіншісі жаңа приложение. Ол приложениеде өте жақсы ақша табуға болады. Сол үшін видеоны кім соңына дейін көреді, сол барлығын түсінеді, барлығын толықтай түсініп 100% ақша таба алады. Сол себепті де видеоны соңына дейін көреміз. Ал енді видео басталмас бұрын каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, қоңыраушаны басыңыз, және де комментарий жазып видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Ал енді қараңыздар, бірінші бот бізде LTC клик бот деп аталады. Бұл жерде біз қалай ақша табатынын қазір мен сіздерге көрсетемін, және де қалай ақша шығаруға болатынын, қай жерге ақша шығаруға болатынын барлығын көрсетемін. Міне ең бірінші осы 3 сызықты басасыздар. Одан кейін бұл жерде қарасаңыздар, міне біріншісі реклама көру, екіншісі ботқа кіру, үшіншісі ол чат, баланс и өзіңіздің достарыңыз настройка. Бізге ең бірінші осы керек. Басамыз, қараңыздар, қазір менде реклама шығады деп тұр. И go to website дейміз, веб-сайтқа бару деп. Енді бұл жерде бізге қанша уақыт тұру керек екенін көргендеріңіздей 18 секунд тұруымыз керек. Біз кішкене күтеміз, және одан кейін ақшамызды алатын боламыз. Бұл жерден сіздер кез келген крипто кошелекқа ақша шығарып алсаңыздар болады. Мен Faucet Pay'ға шығарам, қазір көрсетемін сіздерге. Және де бұл Telegram боттың ссылкасы менің закрепленный комментариямда және де Telegram каналымда болады. Мені көргендеріңізде бізге 3250 лайткоинның монеталарын берді. Бұл деген примерно жарты рубльға жақындайды. Бір рекламаға жарты рубльдай беріп тұр бізге. Өте жақсы. Одан кейін біз міне біріншісін көріп тастадық. Міне 3200 берді. Және де тағы да 2 реклама көрсеңіз, сізге бонус береміз деп тұр. Және тағы да кеттік. Қарасаңыздар, осылай бонустары көбейе береді. Бізде енді Telegramға лақтырды. Telegram көреміз, жабамыз. И 10 секунд осы жерде тұра тұрыңыз, жаңа реклама шығады деді. Бізге көргендеріңіздей тағы да 260 берді. Бұл жолы аздау берді. Және де тағы да баратын болсақ, тағы да Telegram бот. Бұл жерде типа Dogecoin жинауға болатын жазылған. Мен әзірге білмеймін, оны кейін зерттеп көретін боламыз. Міне көргендеріңізде бізге 175 монета берді, және де плюс 2, яғни біздің ақша табуымыз енді 2%-ға көбейеді. Менде қазір баланс көрейік. Баланс көретін болсам, менде 28835 лайткоинның сатоши бар. Историяға кіретін болсам, мен бұл жерден 2 рет ақша шығарғанмын. Бір рет 32115, бір рет 32470 шығарғанмын. Яғни бұл жерде минимальный сума шығаруға болатын 30 000. Яғни мен қазір почти 1,5 мың монета жинасам, мен шығаратын болам. Бұл лайткоинның 38 сатоши примерно жарты долларға сәл жетпейтіндей болу керек, по идее. Или одан да аз болуы мүмкін. Ал енді бұны сіз Faucet Pay'ға шығарасыз. Қалай шығарасыз? Withdraw деген басасыз. Міне одан кейін бізге лайткоин адрес қойыңыз деп тұр. Мен өзім Faucet Pay'ға шығарған, маған ыңғайлы. Сол үшін Faucet Pay'ға шығаратын болам. Дашборд менде қазір Faucet Pay'ның ссылкасы да тоже закрепленный комментарийда менің Telegram каналымда болады. Қазір менде Faucet Pay'да көргендеріңізде Dogecoin бар, Litecoin бар, 77 000. Яғни сол 2 рет шығарған Litecoin осы жерде әлі жатыр. Bitcoin Cash азғантай бар, Dash бар, Gigabyte, Tron, Tether, Zcash, және де Binance Coin. Почти монеталар жеткілікті, 30 монета бар. 30, короче, криптовалютный монеталар бар. Бұл жерден біз қалай ақша шығарамыз? Қараңыздар. Dashboard деген басамыз. Кешірім сұраймын, депозит деген басамыз. Одан кейін осы жерден біз Litecoin'ның адресін аламыз. Міне Litecoin адрес тұр. Копировать етеміз. И осы жаққа әкеліп вставлять етеміз. Жібереміз. Мені көргендеріңізде маған айтып тұр. Менікі шығады екен 001 лайткоин керек екен. Менде қазір 0028 бар. Біз максимум деп бәрін шығарамыз. Қараңыздар. Все, confirm басамыз. Мені көргендеріңізде бізде кетті. Историяға кіретін болсақ, мені қазір pending деп тұр, яғни обработкада деп тұр. Бұл лайткоин кликботтан 100% түседі. Ақша 100% шығады. Сол үшін уайымдамай жұмыс жасай берсеңіздер болады. Бұл жерде реклама өте көп. Таусылады деген білмедім, таусылады, таусылмайды по идее. Сол үшін осы жерде жақсы ақша табуға болады. Ал енді қараңыздар, бізде екінші ол приложение Money Wheel деп аталады.
Бұл жерден ақша шығару вообще қиындығы жоқ. Сіздер ең бірінші бұл жерге осы приложениені Play Market'тен тартып регистрация жасайсыздар. Регистрация через Google арқылы өтеді. Көргендеріңізде менде 1800 балл бар. Бұл 1800 баллды сіз осы приложениені тартып, осы приложенияға тіркелгеніңіз үшін бонус ретінде береді 1800 балл. 1800 балл деген примерно бұл біздің теңгемен есептейтін болсақ 85 теңге ма сондай болады. Ал енді қараңыздар, выплата деген жерге кіреміз, PayPalға выплата шығады 2000 балл, яғни бізге 200 балл жинасақ болды бұл жерден ақша шығару үшін. Бұл ақшаны қалай жинаймыз? Бірінші жолы ақша табудың ойын ойнап ақша табамыз. Яғни қараңыздар, Play Market'те мен осы ойынды скачать етемін, одан кейін осы ойынды ойнаймын. 1 минут ойнасам 23 балл береді, 2 минут ойнасам почти 50 балл береді. Примерно 8 минут 9 минутта сіз уже 2000 балл жинап қоясыз. Ал екінші жолы достарыңызды шақырып, мысалы пригласить друга деген басасыз, осы приложение жібересіз, ол осы приложениені тартады, ол досыңыз тоже осы ойындарды ойнайды, содан сізге какой-то пайыздар беріп тұрады. Ал енді қараңыздар, бұл жерде бірақ ойын болмайды, өте ойындар шыға береді. Қазір мен начать играть басып, осы ойынды тартып көрсететін боламын. Өте жақсы приложение, және де көргендеріңізде өзіміздің жинаған ақшамызды дем арасында шығарып аламыз. Мысалы, сіз тіркелесіз, примерно 15 минут осы ойынды ойнайсыз, одан кейін ақша сіздікі шығарып ала аласыз. Ал 0,2 аз болады десеңіз, жинап көбірек шығарсаңыздар да болады. Мысалы қараңыздар, міне мысалы $1 бар бұл жерде, 9701 балл жинасаңыз сіз $1 шығарасыз. Немесе $2 шығарам десеңіз $2 шығарсаңыздар болады. Максимальный бұл жерде $8 дейін шығара аласыздар. Және де бұл жерде осы избранныйда ойындар шығып тұрады. Ал мои приложение деген жерде сіздердің ойнап жатқан приложенияларыңыз көрініп тұрады. Мысалы қазір мен осы приложение тартылып болғаннан кейін осы жерде уже тұрады. Қазір приложение тартылып боласасын. Міне көргендеріңізде менде жаңағы приложение тартылып қойды, орнына басқа приложение шықты. Ойын емес сияқты, бұл платформа дейді. Ал енді қараңыздар, мои приложениеға кіреміз. Міне көргендеріңізде жаңағы ойын бізде тартылып қойды. Дәл осы жерден кіреміз біз. Бізге ақша төлеу үшін именно осы Moneyville деген приложениенің ішінен кіру керек біз ойынға. Ал енді кішігірім 1 минут осы жерде біз ойнағанымызға 23 монета беретін болады. Қазір қарасаңыздар. Ал енді көргендеріңізде мен осы приложениеда жаңағы ойында 1 минут уақытымды өткіздім. 24 койын берді маған. Көргендеріңізде 1 рет 23, мен почти 2 минут өткізіп тастадым ол жерде. 1 рет 23, екінші рет 24 берді. Көргендеріңізде міне енді бірақ ценасы өкінішке орай түсті 15, әр минут сайын 15-тен береді енді. 1847. Ал енді мен тағы да 150 балл жинасам, уже ешқандай қиындықсыз ақша шығарып ала аламын. Ал енді видеоны көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Менің де басқа да видеоларым көргіңіз келсе, астына түссеңіздер болады, үстіне шықсаңыздар болады, видео жетеді.